Kaspi Pay'ден счет қалай ашамыз? Бірінші кезекте Kaspi Pay қосымшасына кіреміз. Сосын астында тұрған подключиться или войти деген кнопканы басамыз. Сол кезде бізден телефон номер сұрайды. Өзіміздің телефон номерімізді енгіземіз. Продолжить батырмасын басамыз. Ендігі кезекте біз инді толтырамыз. Екінші қатарда тұрған категорияны басамыз. Сосын өзіміздің нишамызға жақын кез келген бір категорияны таңдаймыз. Мысал ретінде біз электроника категориясын таңдадық. Келесі қадам название вашего бизнеса дейді. Сол жерге өзіміздің магазиннің атын қоямыз. Біз өзге деп қойдық және продолжить кнопкасын бастық. Сол кезде біз көрсеткен номерге смс-код келеді. Сол смс-кодты жазу керек. Кодты теріп болған соң мы принимаем решение деп шығады. Яғни Kaspi бізге одобрение беру-бермеу жағынан шешім қабылдайтын болады. Одобрение берген соң келесі қадам тексерістен өту, яғни сіз өзіңіз екенін дәлелдеу үшін видео тексерістен өту керек. Начать кнопкасын басып, инструкция бойынша қимылдаймыз. Видео тексерістен толықтай өткен соң бізге подписать документы деп шығады. Сол кнопканы басамыз. Және пароль ойлап табасыз. Бір үлкен әріп, кіші әріп және сандар болу керек. Кемі 8 символ болу керек. Бұл парольді Kaspi Pay қосымшасына кіру үшін қолданатын боласыз. Құттықтаймын, сіз Kaspi Pay қосымшасына тіркелдіңіз. Настроить точки продаж и кассиров кнопкасын басамыз. Название бренда деген жерге өз магазиніңіздің атын жазасыз. Келесі адрес деген жерге өзіңіздің тұратын адресіңізді, не магазиніңіз болса, сол магазиннің адресін жазуға болады. Продолжить кнопкасын басқан кезде добавить кассира деп шығады. Төлемді өзіңіз қабылдайтын болсаңыз, астында тұрған назначить себя кассиром кнопкасын басып, өзіңізді кассир қылсаңыз болады. Осылайша сізде Kaspi Pay қосымшасында счет ашылды.